Қайырлы күн, бүгін біз донер дайындайтын боламыз. Ол үшін тауық етіне 1 қасық куркума, 1 қасық қызыл бұрыштан, 1 қасық тұздан қосып маринадын жасайтын боламыз. Маринадын 10 минутқа қойып, дайын болған етімізді формамызға салып, 10 минут 200 грамм пеште пісіріп аламыз. Болған соң картошка фри дайындайтын боламыз. Картошкамызды соломкілеп турап, кейін огурцы, помидорымызды да соломкілеп турап дайындап аламыз. Рецептім ұнап жатса, каналыма жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Кейін помидорымызды да соломкілеп турап аламыз. Дайын болған начинкамызды, лаваш нанымызды жайып, картошка фриімізді салып, огурцымызды салып, помидорымызды салып, тауық етін салып, кетчуп майонезді дәміңіз бойынша саласыз. Дайын болған ингредиенттерді лаваш нанымызды ораймыз. Орап, грильницаға салып қыздырамыз. Болмаса, сковородкаға салсаңыздар болады.